Әңгіме: әйел неге жылайды? Кішкентай бала анасынан сұрады: сен неге жылайсың? Өйткені мен әйелмін, мен түсінбеймін. Анасы оны құшағына алды да былай деді: сен мұны ешқашанда түсінбейсің. Бала әкесіне барып сұрады: анам неге себепсіз жылай береді? Барлық әйелдер кейде себепсіз жылайды дегеннен басқа жауап таба алмады әкесі. Бала өсіп жеткен соң да таңырқауын қоймады. Әйелдер неге жылайды? Ақырында ол жаратушыдан сұрады. Жаратушы былай деп жауап берді: мен әйелді жаратқанда оның жан-жақты болғанын қаладым. Мен оған бүкіл әлемді ұстап тұратын мықты, сонымен бірге сәби басын сүйетін нәзік иықтар бердім. Мен оған түрлі ауыртпалықтарды көтере алатын мықты рух бердім. Мен оған өзгелер сүрінгенде өзі ғана алға қарай жүретін және құлағанға көмектесетін, қамқорлық жасайтын, онысы үшін ешкімге шағымданбайтын ерік-жігер бердім. Мен оған баланы, тіпті оны ренжітсе де жақсы көретін мейірімділік бердім. Мен оған ерінің көптеген кемшіліктеріне қарамастан қолдау көрсететін күш бердім. Мен оны ерінің жүрегін қорғасын деп, оның қабырғасын жараттым. Мен оған еріне күш беретін, қиналғанда қасына болатын даналық бердім. Ақыр соңында мен оған керек уақытында қашан болса да төгіп тұруға көз жасын бердім. Саған, ұлым, мынаны түсінуің керек. Әйелдің сұлулығы сырт пішінде немесе киімінде, шашында емес, оның сұлулығы жүрегіне есік ашатын көздерінде. Ал жүректе махаббат мекен етеді, деді. Әңгімені тыңдау арқылы қандай ой түйдің? Төменде пікірге жаза кет. Әңгіме ұнаған болса біздің арнаға жазылып, лүпіл басуды ұмытпа.